Осы жолғы президент жолдауы бірнеше саланы әртараптандырып, білікті әрі бәсекеге қабілетті маман дайындауға бағытталған дейді профессорлар. Ал осы бағытта қандай жұмыстар атқарылуы керек? Ғылым мен білімге қаншалықты көңіл бөлінген? Өмір Әнуарбек толығырақ тарқатып айтсын. Маңызды құжатта диплом тарататын жоғарғы оқу орындарын жабу керек деді президент. Саннан сапаға көшу керек екенін жеткізді. Осы тұста Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ректоры Ғалымқайыр Мұтанов бұл мәселені шешудің екі жолы болғанын айтады. Алғашқысы бәсекелестік арқылы. Алайда университеттер бір-бірімен білім жағынан теке тіресе алмады. Оқу бітіріп диплом алған болашақ маманның бәрі нарықта өз орнын таба алмайды. Осыдан барып жұмыссыздар көбею проблемасы туындады. Енді әкімшілік тұрғыдан шешкен абзал дейді Ғалымқайыр Мұтанов. Сапалы білім бере алмайтын оқу ордасын жабу идеясын толықтай қолдайтынын айтты. Ол неге жаңағы мәселен қайта көтеріліп отыр? Ол біріншіден мына ресурстардың шашылып кетіп жатыр. Одан кейін жастар көбі ойлайды, диплом алсам, сонымен барлық өмір жолы әрі қарай айқындалып шешіле береді деп. Қазір өмір көрсетіп отырғанда диплом емес, біліктілік қажеттілік болып отыр. Бәсекеге қабілеттілік болып отыр. Білікті маман дайындап, бәсекеге қабілетті қызметкер шығару мақсатында президент ғылымға көптеп көңіл бөліну керектігінде айтты. Осы орайда жас ғалым жобасы аясында зерттеу жүргізу үшін 1000 грант берілмек. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің ректоры Гаухар Алданбергенова мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан мұндай қолдаудың маңызды екенін айтты. Сонымен қатар келесі жылдан бастап мұғалімдердің жалақысы 25%-ға өскені, білім беру жүйесіндегі жүйелі өзгерістер болашақ жас маманның әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті болуына ықпал етеді дейді. Қазақстанның бұл тараптағы мақсаты ғылымның дамуына жаңа қарқын беру, оның дамуы үшін дұрыс бағыттарды қабылдау және отандық бизнестің ғылыммен тығыз байланыста болуына ықпал ету. Бұл орайда елімізде бірқатар бастамалар қолға алынып отыр.